Мен Төлеуғали Ақбота, номер 3 жалпы орта білім беретін мектебінің 6 Б сынып оқушысымын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы жалбыздың емдік қасиеті және үй жағдайында өсіру. Жетекшім биология пәнінің мұғалімі Айтимова Аяжан Ғайсақызы. Бұл жобада өз ауламызда өсіруге болатын жалбыз өсімдігінің түрі қарастырылады. Жалбыздың емдік қасиеті ертеден мәлім. Табиғи антисептик болып саналатын жалбыздың барлық түрі пайдалы. Тіпті халық арасында бұл өсімдік жүзбір ауруға ем деген сөз бар. Жалбыздың ата-бабаларымызды жиі пайдаланған, оның құрамында адам ағзасына қажетті көптеген элемент бар. Жалбыз өсімдігін зерттеу, үй жағдайында өсіру және пайдалану арқылы отбасындағы табиғи дәріхананы дамытамыз. Емдік мақсатқа жалбыздың жапырақтарын пайдаланады. Оның тұнбасын залалсыздандыратын, тер басатын, ауруды асқындырмайтын дәрі ретінде ауыз уылғанда, тіс ауырғанда, баспада ауызды және тамақты шаюға пайдаланады. Халық медицинасында жалбызды бауыр мен өт қабының қабынуы, бүйрек ауырғанда, іш өткенде, іш тепкенде, тұмауратқанда қолданады. Жалбызды сүтке қосып қайнатып ішсе, денедегі суықты алып, тамақ ауруын жазады. Егер бетіңіз құрғақ болса, жалбыздың құрғақ жапырақтарын ұнтаққа айналдырғанша ұсақтаңыз. 2 ас қасық жалбыз ұнтағын 2 ас қасық сумен араластырыңыз. Қоспаны пешке қойып, отты бәсеңдетіп қойыңыз. Ботқаның температурасы 70 градусқа жеткенде пештен алып суытыңыз. Бетіңізді жуып, масканы жұқалау етіп жағыңыз. Үстінен дәке жауып қойыңыз. Жарты сағаттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Нәтижесін бірден байқауға болады. Үйде жалбызды өсірудің тиімді әдісі тамыр арқылы өсіру. Сырттан өсімдік тамырының бір бөлігі алынады да жақсы ылғалданған қара топырақты ыдыстарға отырғызылады. Жас тамырлар пайда болғаннан кейін олар одан әрі өсу үшін жеке-жеке бөліп отырғызылады. 2 аптадан кейін жас жапырақтарын алып пайдалана беруге болады. Менің ұсынысым, астан соң жалбыз қосылған шай ішуді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Асқазан ауырған кезде жалбызды шайға қырмызы гүлдерін қосып ішу пайдалы. Жүйкені тыныштандыратын сусын ретінде пайдалануды ұсынамын. Әр үйдің терезесінің алдында жылдың салқын кездерінде де өсіруге болады. Әр ауланың көркіне айналдыра отырып, аса көп күтімді қажет етпейтін көп жылдық өсімдік жалбызды әрқайсымыз өсірейік дегім келеді.